Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Иә. Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Иә. Қазір көрсететін бейнеролик арқылы сіздер бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болатынын анықтайсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қандай деп ойлайсыздар? Роботтар. Иә, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы роботтар тарихы және робототехника түрлері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты робототехника бойынша теориялық білімдеріңізді тереңдету, практикалық дағдыларды дамыту. Роботтар туралы білімдеріңізді білу үшін сабақ басында қандай болды, сабақ аяғында қандай болды, ол үшін Mentimeter платформасы арқылы анықтайтын боламыз. Бәріміз QR-кодқа өтіңіздер. Бұл Mentimeter платформасында 10 сұрақ берілген болатын. Оның ішінде сіздер 7-еуіне жауап бердіңіздер. Бұл жерде роботтардың пайдасы мен зияны, роботтардың қолдану түрлері жасалған болатын. Сабақтың соңында осы барлық сұрақтарға жауап береді деген үміттемін. Бүгінгі біздің сабағымызды робот өрмекші бағалайтын болады. Сіздердің әрбір жауаптарыңызға бір батареядан ұсынатын болады. Ал сіздердің жауаптарыңызды белгілеп отыратын Айсеннің болады. Үй тапсырмасын принтер әдісімен тексергім келіп тұр. Ол үшін бір түсті таңдайсыздар да, мына тетікшені басасыздар. Сол кезде сұрақ шығады. Мен сары түсті принтерді таңдаймын. Өмірде кездесетін тармақталу алгоритміне мысал келтіріңіз. Өмірде кездесетін тармақталу алгоритміне мысал келтіретін болсақ, жолда бағдаршамды күтуді алсақ болады. Онда қызыл түс жанған кезде тоқтаймыз, жасыл түс жанған кезде жүреміз. Бағалауында ала ғой. Ал әлі тақтаға шығыз. Қай түсті таңдайсыз? Жасыл түс таңдаймын. Бағдарлама құруға арналған алгоритмнің 3 түрін атаңыз. Алгоритмнің 3 түрі, бірінші түрі сызықтық, екіншісі қайталанушы, үшіншісі тармақталған. Өте жақсы. Ал бағалауыңызды ала қойыңыз. Соңғы үшінші сұрақ қызыл түс қалды. Кім шығады? Ал Аружан келе қойыңыз. Scratch бұл қандай бағдарлама? Scratch бағдарламасының эмблемасын қазақшаға аударғанда мысықтың баласы деген мәнді білдіреді. Бұл мультимедиалық жүйе, бұл бағдарлама қимыл қозғалысқа мүмкіндік береді. Ал Динара аяқтады. Балалар, өз жауаптарында осы жауаппен салыстырып бірдемекен қараңыздар. Динара бағалауыңызды ала қойыңыз. Ал қазір өз бетімен жұмыс. Өз бетімен жұмысқа 7-10 минут уақыт беріледі. Осы уақыт ішінде мына тақырыптарға интернет желісінен мәліметтер іздеп жібересіздер. Осы тақырыптар арқылы жаңа тақырыпты ашатын боламыз.
болса, жинақтаған мәліметтерімізбен бөлісейік. Техника роботтардың жобалау сонымен қатар жасау, басқару ғылымы. Бұл сала инженерлік, информатикалық және жасанды интеллектпен тығыз байланысты болып келеді. Яғни роботтарға келетін болсақ, адамдардың жұмысын жеңілдететін құрылғылар, олар бізде өнеркәсіптік, сонымен қатар медициналық ғылымда, тіпті күнделікті өмірде қолданылады. 1995 жылы Леонардо да Винчи механикалық рыцарь деген жобасын сызған. Ол сызбада бұл робот адам тәрізді болатынын айтқан және оның отыра алатынын, оның қол-аяғы қозғала алатыны туралы жазған. Ол роботтың шынжырлар мен системалары арқылы қозғалатыны туралы да жазған. Бұл робот әскери мақсатта және де түрлі іс-шараларда қолданылады. София роботы. София 2016 жылы Гонконгда Hanson Robotics компаниясы жасаған гуманоид робот. София адам эмоциясын танып, мимикамен сөйлеуге және сұхбат құруға қабілетті. 2017 жылы Сауд Арабиясы Софияға азаматтық берген және бұл тарихтағы алғашқы жағдай. Ол Біріккен ұлттар ұйымында сөз сөйлеп, түрлі форумдарда қатысқан. София сөзін грек тіліне аударғанда даралық дегенді білдіреді. Сондықтан ол дара робот. Бірінші адам тәрізді робот 1939 жылы ақш-та Westinghouse компаниясы Electro атты алғашқы адам тәріздес гуманоид, яғни робот ойлап тапқан болатын. Ол сөйлей алатын және де қолдарын қозғалта алатын және тіпті ең қызықтысы, ол темекі тартып, ән тыңдайтын кейіптерді таныталатын болған. Ол алғаш рет Нью-Йоркте дүниежүзілік көрмеде көрсетілген және де бұл адам тәріздес роботтардың даму жолындағы ең алғашқы ірі жобаның бірі болып табылады. Робот түрлері екіге бөлінеді. Стационарлы мен мобильді. Стационарлы манипуляторлар мобильді дөңгелекті қадамдап жүретін жорғалаушы ұшатын. Роботтардың қолданылуы өнеркәсіпте, машина жөндеуде, әскери роботтар, ғарыштық робототехника, айға саяхатшылар, Марсқа барушы, жеке робототехника, үй жағдайына көмектесуші, тұрмыстық роботтар, шамсорғыш, ойын роботтары, ит робот, динозавр робот және басқа да түрлері бар. Білім саласындағы роботтарға келетін болсақ, роботтарды құру, бағдарламалау және олардың жұмысын зерттеу. Робототехника кибернетика мен механиканың бірігуі. Білім беруде автоматтандырылған жүйелерді құру болып табылады. Бір кезде Android адамдарға ұқсас робот ойлап тапқан. Практикалық тапсырмада Scratch бағдарламасында жұмыс істейтін боламыз. Қазір екі топқа бөлінеміз. Бірінші топ және де екінші топ болады. Бірінші топ роботтың секіріп жатқан динозаврды атып түсіру туралы бағдарлама жасайсыздар. Ал екінші топ мына роботтардың әртүрлі түске еніп жүргенін көрсетулеріңіз керек. Қандай кейіпкер таңдайсыз? Таңдай ғой. Сен қандай кейіпкер таңдап жатырсың? Қазір бірінші топтан Сәния қалай өз жұмысын жасағанын түсіндіріп береді. Ең алдымен біз туды басамыз. Тудан кейін біз қозғалысқа кіріп, қозғалыстан X және Y деген бару командасын басамыз. Одан кейін біз бұрылу стиліне дегенді басып, солға және де оңға мән береміз. Келесі біз басқару командасына кіріп, әрқашанда командасын басамыз. Және одан кейін егер онда деген командасын басамыз. Одан кейін біз осы жерде кейіпкерлерді таңдаймыз. Ең алдымен бізге робот қажет, және де келесі бізге динозавр қажет, және келесі бізге оқтар керек. Роботтың іс-әрекеттеріне келетін болсақ, командаларына. Ең алдымен біз жаңа командаларды қойғаннан кейін ойынымыз осындай болу қажет. Біз перне тақтаның пробел батырмасын басқан кезде оқ атылады. Және ол динозаврға тию қажет.
Biz өзімізге керекті робот пен фонды таңдағаннан кейін событияға кіріп, ең бірінші когда клавиш провел нажато деген команданы алып, одан кейін звукқа кіріп, өзімізге керекті звукты таңдаймыз. Одан кейін изменить деген бар, ол управленияда тұр. Соны қойып, одан кейін келесі событияны жаңа команда ашамыз да, сол жерде. Одан кейін қайтадан событияға кіріп, өзімізге керекті команданы таңдаймыз. Одан кейін управленияда повторить всегда деген бар, сол жерде соны таңдап, изменить эффектімен перейти на случайное положение дегенге кіреміз. Одан кейін олардың уақытын қоямыз, яғни 1 секундқа қойып, қайтадан жаңа команда ашамыз. Сол жерде событиядан қайтадан таңдап, задать my verbal значение дегенді басамыз. Ол орындарын ауыстыратын болады. Бәріміз бағдарламалар құрдық. Ал сергіту сәтінде бейнероликті тамашалайық. Болды, сен бар ғой? Болды, иә? Сабағымызды робот толық мұғалімді алмастыра алады ма деген сұрақпен қорытындылайық. Кімде қандай ой бар? Мен ойымша робот мұғалімді алмастыра алады. Өйткені ол шаршамайды, берген жұмыстарды дәл орындайды, ең бастысы уақытында қуаттандыру керек. Сабақтың соңында мен роботпын атты рефлексия өткізейік. Қазір әркім өздеріңді қандай роботқа ұқсатасыңдар, сол туралы айтып беріңіздер. Мен оқытушы робот. Мен суасты робот. Мен ақылды үйде жұмыс істейтін робот. Мен мұғалімге көмекші робот. Мен әуежайдағы ақпараттық кит роботпын. Мен психолог роботпын. Мен мобильді роботпын. Мен ойын сауық роботпын. Мен кондитерлік роботпын. Мен жер асты роботпын. Мен дәрігер роботпын. Аудармашы роботпын. Ментиметр платформасы арқылы сабақ соңында біліміз толықты ма жоқ па екенін тағы да бір қарастырайық. Осы диаграммадан біздер роботтардың пайдасы мен зияны, роботтардың тарихын жақсы түсінгенімізді көруге болады. Бәріңізге белгілі, мен Гүлем Аташина екеуміз жасанды интеллектілер лабиринті атты плакат ойлап тапқанбыз. Осы плакат бойынша сіздерге қазір үй тапсырмасын береміз. Үйде бірінші топ пау және де екінші топ пай платформаларын қарастырып келесіздер. Түрлі материалдарды пайдалана отырып, өз роботтарыңызды құрастырасыздар. Ол қағаздан, темірден, ағаштан болу керек. Және де роботтарды пайдаланудың тиімді жақтары мен зияны туралы эссе жазып келеміз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызға белсенді қатыстыңыздар. Бүгінгі сабақта Алтынбекқызы Динара 90 балл, Сотанай Ұлдана 85 балл, Қанатұлы Әділ 80 балл, Насымхан Аружан 90 балл, Маратхан Хамажай 88 балл, Мырзабаев Бағдаулет 82 балл, Молдабек Нұрдана 75 балл, Турахонова Динара 92 балл, Юнусова Гүлген 80 балл, және Нұрланбек Дархан 78 балл алды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.